бұл жерде біздің қолданатын плагиніміз қандай болмақ? Ол мынау Teams плагині, яғни естеріңізде болса, біз Team Members деген плагинді жүктеп алған болатынбыз. Және осында біз қазір біздің ұжымның қызметкерлері ретінде таныстырып, біздің мамандарды енгіземіз. Енді add new нүктесін басайық және жаңа команда қосайық. Бұл жерде команда жоқ, бірінші команданы қосайық. Енді бұл жерге көріп тұрсаңыз, тақырыбын басты тақырыпты енгізіңіз дейді. Жарайды, біздің осы команданың атауы дейді. Біздің команданың атауы, мысалы, біз All IT Алматы деп алайық. Төменгі жағына осы команданың құрамындағы бірінші мүшені, яғни бірінші мүшесін таңдайық. Ол кім болмақ? Бірінші аты жөні, яғни мен қазір енгізетін кісі, ол біздің компанияның желі саласында жұмыс жасайтын, яғни сетевой инженер, network инженер, осы Cisco, тағы да басқа Extreme Networks құралдармен жұмыс жасайтын маманымыз, ол Ануар Черкешов. Сондықтан қазір мен осы Ануар Черкешовтың мағлұматтарын енгіземін. Енді көріп отырсаңыздар, есімі дейді, Ануар дедім, оның аты, яғни тегі Черкешов. Оның атқаратын жұмысы, бұл жерде мен қарап отырсам, файлға жаздым бекен, соны қарастырайын. Өкінішке орай, мен ол туралы мағлұматты жазбаған екенмін. Жарайды, қайтадан толтыра берейік, яғни жұмыстағы қызметі дейді. Мен оны жазайын, мысалы, желі инженері деп әзірге. Мүмкін болашақта толықтыра жатармыз. Желі инженері. Мына жерде оның өмірбаяны немесе басқа да мағлұмат берсеңіз болады дейді. Біз оны әзірге толтырмай-ақ қояйық. Тек төмен жағында, мысалы, онымен байланыс түрінің бірін ұсыныңыз дейді. Қазірге біз Twitter'ды ұсынамыз, және не ұсынып отырғанымызды жазайық. Яғни бұл жерде Twitter. Біз ұсынып отырған URL-дің адресі дейді. Ол қандай болады дейді. Мен қазір оны ашайын. Twitter, яғни Twitter'ге кіреміз. Енді мен бұл жерде қазір Ануардың Twitter'ын емес, біздің компанияның Twitter'ын ұсынамын. Себебі Ануардың Twitter'ы қандай екенін мен әлі білмеймін. Яғни одан сұрауды мен шын айтсам әлі сұрап үлгермедім. All IT Алматы gmail.com, және мұнда біздің пароль. Міне, достар, мен Twitter'ге кірдім, яғни осы біздің компанияның Twitter'іне кірдім қазір әзірге. Және осы Twitter'дің толық адресін, сайттың адресін мен қазір көшіріп аламын. Және оны осы біздің компанияның алғашқы қызметкерінің Twitter'ы ретінде нұсқаймын. Енді төмен жағында осы біздің ұжымның команданың қызметкерінің суретін енгізіңіз дейді. Жарайды, суретін мен қазір тауып көрейін және оны жүктейін. Оның барлығы алдында көрсеткенде, яғни upload files, файлдарды біз қазір таңдаймыз. Және оны мен қазір осы жұмыс үстеліне бір жерде сақтаған болуым керек. Мынау суреттер, соның ішінде осы жерден табуым керек деп ойлаймын. Міне. Ануардың суреті, яғни осы Ануардың суретін қазір ашып көрейік. Және білесіздер ме, мен осы бірнеше суретті қазір бірден жүктейін барлығын. Міне, көріп отырсаңыздар, мен қазір 4 суретті жүктеу үстіндемін, және ол сайтқа міне біріншісі ашылды, екінші, үшінші, және келесі сурет ашылады. Енді оның ішінде мен қойғым келіп отырған сурет, міне Ануардың жұмыс барысындағы суреті, яғни әрқашанда бос емес, қолы тимейтін, осы желілермен алысып жүретін біздің желі инженері осы Ануардың осы суретін қазір мен жүктеймін. Мына бір сурет толық жүктелмеген сияқты, оны қайта жүктеуге де бізге қажет болуы мүмкін, яғни бұны кейін жүктей жатармыз. Енді Ануардың суретін таңдап, мен қазір осы файлды қолдан деп нұсқау беремін. Міне, ол суретті жүктеп алды.
Жарайды, ол тұра берсін. Енді тағы қандай мәлімет енгізуге болады? Бұл жерде басқа мәлімет сұрап тұрған жоқ, сондықтан бір рет publish, яғни осыны сайтқа енгізейік. Содан соң біз біздің парақшамызды обновление жасайық. Кешіріңіздер, бұл жерде қазір ешқандай мағлұмат пайда болмайды, әрине, себебі біз оны, яғни парақшаға ешқандай мағлұматты қоспадық. Енді оны қосу үшін біз қазір мына жерде көріп тұрған шорт-код, яғни осы біздің ұжымды таныстыруға қажетті мағлұмат орналастырған. Мен оны қазір көшіріп аламын. Copy және біздің парақшаға орнатайын. Тағы да all pages. Біздің ұжым, мына жерде біздің ұжым болу керек. Біз ұжым емес негізі. Қазір туралап жіберейін. Тұрмын біздің ұжым, одан кейін осының. Енді бір тағы сіздерге кішкене мағлұмат бере кетейін. Сіздер бағанан бері көрсеңіз, біз басты бетті осы page builder, яғни осы page builder плагиннің арқасында іске асырдық. Алайда сіздерге жұмыс жасауға мүмкіндік беретін ол тек қана осы қарапайым, яғни Word құжаты мен WordPress-тің жұмыс жасауына салыстыра отыратын осы мағлұматтарды енгізу парақшасы. Яғни мына жерге сіз кез келген мағлұматты жазсаңыз, мысалы бұл біздің ұжым жайында берілетін ұжым жайында парақша деп жазайық, жай. Міне, бұл біздің ұжым жайында парақша деп жаздым, және апдейт нүктесін басып сіздерге көрсетейін. Яғни, міне қарап отырсаңыздар, біз ұжым көлеміне кіреміз қазір. Өкінішке орай мынау біздің ұжым деп енді өзгертілді, сондықтан осында кірейік. Біздің ұжым неге екені белгісіз. Бұл қазір бұл бетті таба алмай тұр. Неге екенін мен қазір анықтаймын. That page can't be found. Неге олай болды екен? Біздің ұжым деген парақшаны таба алмай тұр. Ол өте қызық. Достар, мен қазір осы мәселені шешейін, сосын сабақта қайта ораламын.